Мен Қадыров Аян көлік колледжінің 3-ші курс студентімін. Көлік колледжі Қазақстан Республикасының ең көне оқу орындарының бірі болып табылады. Менің мамандығым жол құрылыс техникасына қызмет көрсету және де жөндеу. Біздің негізгі жұмыс бұл жол салу, жол жөндеу, жол құрылыс процесін басқару және де жол құрылысына арналған техникаларға ТО көрсету. Мен жол жөндеу саласының жас маманы болғандықтан Қазақстан Республикасының жол салу кәсібін дамытқым келеді. Себебі қазіргі уақытта жол салудың үлкен проблемалары бар. Мысалы, жолдың сапасы нашар, жолдың салу уақыты тым ұзақ, және де жол техникасының жетіспеуі өте үлкен проблема. Мен жол жөндеу саласының болашақ жас мамандығы болғандықтан пластикалық қоқыстарды қайтадан өңдеп, олардан жол салу әдісін ұсынғым келеді. Болашақ маман ретінде пластикалық қоқыстарды қайтадан өңдеп және олардан жол салу экологиялық және де экономикалық тұрғыда өте тиімді деп ойлаймын. Менің басты ойым жол кәсібін экономикалық және де экологиялық тұрғыда өзгерту және де дамыту.